Ассаламу алейкум, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Қазір кейбір мына сайттарда Тұрсынбек бір массажға барды дейме, сондай бір ақпараттар тарап жатыр, рейд барысында деген бір өтірік ақпараттарды. Сондықтан да сенбеулеріңізді сұраймын. Мен ешқандай жерге барған жоқпын, ешқандай жерде ұсталған жоқпын. Бұл жалған. Бәлкім менің сол жаңағы бір концерт берейін деп отырған алдында біреулердің білмеймін аяғым шалып жатқан шығар. Бұл өтірік ақпарат. Мен Алматы қаласындамын, 15 күн болды. Мен ешқандай Манхэттен деген жерді білмейді екенмін. Ешқандай дәлелдері жоқ. Өтірік ақпарат таратып жатырғанына сенбеңіздер. Мен Алматы қаласындамын. 15 күн болды Алматыда жүргеніме. The Voice Қазақстан бағдарламасын жүргіздім бір аптадай. Одан қалды қала күні болды Алматының. 2 күн соны жүргіздім. Бүгін де Алматы қаласында бір үлкен іс-шарада. Сондықтан да бұл өтірік ақпарат. Сенбеңіздер, достар. Кім жазды, соны өзім ары қарай сөйлесем. Бұл біздің ескі вокзал. Ана вокзалға ремонт жасалып жатыр екен. Бүгін грузчикпін. Үйге келген қонақты шығарып салуға келіп жатырмын. Ой, шетіне. Студент кезімізді жерлер. Жолыңыз болсын. Есте қаламыз болды. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бұл? Ой, деген сіз барлық кинода барсыз ғой? Барлық кинода ағамыз шай ішеді. Маған бұрын айтты. Рөл таңдамайды ағамыз. Түркияда есіңізде ғой? Қанша пандемияда ұрысып 10 секунд ойнап болды ма не деп. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Шүкір Аллах, өздерің Қош қалайсыңдар? келдіңіз. Рахмет қолдағаныңызға. Я деген күшті екен. Иә, сізге арнап алып келдім десең. Бақытты болайын абай. Рахмет. Алматыда міне Ерболдың саябағында мынау өсіп тұрған алмалардың қасында қандай ғажап деп тұрмын. Осында алманы өсіруім керек екен. Ойланайық. Қайырлы күн қазақ елі. Алладан амандық тіледім. Екеуміз бірімізде қонақта жүреміз. Астанаға келгенде мен шай беремін енді. Күшті. Жақсы демалыс болды. Полезное, с покупками и с чаем. Ося, Жазирка, ақылаға. Біз күшті әңгіме айтып отырмыз, өйткені скоро бара. Скоро деген біздің түсінігімізде ол жарты жылдан кейін. Жоқ, мұны совсем 2-3 айдан кейін. Заранее келісу керек болды. Иә, 2-3 айдан кейін бізде өте күшті съемка басталады. Осындай неге жетіп жатыр, бұрын вообще бір апта қалған кезде. Сөзіме. Бізде, так что подготовка басталды. Мара, Кеша, сендерге привет. Олжас режиссер болады. Ақылаға, не айтасыз? Ештеңе айтпаймын сіздерге. Қымбатсыздар. Сіз де бізге қымбатсыз.